Ассаламу алейкум баршаға. Мен Ажинияз Өтепбергенов, Ажинияз Пегас, вайнер, педагог, блогер, жас аке, квеншік. Сонда жазылып тұрғанлар ішінде бәрі кіреді. Негізі біздер бастағанымызда бұл вайнерлік екенін білмедік. Өздеріміздің сол қызыққан негізінде образларымызды жаратып, ойнағымыз келетін образларды ойнап шығарып бердік. Уже арман қарап вайнер деген сол вақытлары Инстаграмда рауажланып жатқан уақыт еді. Сонымен вайнерлікке кіріп кеттік. Өзім кішкентайымнан актер болуды қалайтын едім, қызығатын едім. Көп боевикский образларды, комедия жанрында әр түрлі образларды ойнап көретін едім, бірақ оны қайтып көрсететін шанс жоқ еді біздерде. Кино, мысалы, біздерде о дәрежеде күшлі емес еді. Қазір асте-астен ютубта басқа неде кинолар күшейді. Бірақ ол вақытлары сол өзімізді көрсете алатындай, біздерді шақыратындай бір кинолар, басқа затлар жоқ еді. Сол вайн жақсы болды бір жағынан. Өзімізді көрсетуге, өзіміздің ойнағымыз келген образларды көрсетіп бердік. Арман қарап вайн жөнелісін алып кеттік. Вайнерлік негізінде кәсіп, негізінен пұл табылатын жағы кәсіп болып кіреді ғой. Бірақ біздер бұл вайнерлікке пұл табамыз деген оңай бір мақсатта келмедік. Жаңа айтқанымдай, өзіміздің ойнағымыз келген образларды көрсету үшін басладық. Бірақ арман қарап өздері рекламалар түсіп баслады. Басқа да бір пұл табылатын үшін гиф конкурс, басқа жолдары бізге астен-астен ашыла баслады. Бұлай сол арқалы кейін кәсіптілікке кіріп кетті десем қателеспейтін шығармын. Рекламалар, басқалар түскен уақытта да мен істемеймін дедім. Бұл вайнерліктен әзірше пұл істейтін ниетім жоқ еді ол вақытлары. Себебі енді басылап жатырмыз, елімен істейтін вайнларым, идеяларым көп еді. Әзірше ол затларды істемеймін. Пұл болса ілаж болар, әйтеуір өзімнің үкіметтегі жұмысым бар, басқасы бар, сол жетіп жатыр, Құда қаласа. Сол вайнды тек өзімнің қызыққан идеяларымды көрсетемен деп жүрген образларымды көрсету үшін давам еттім. Астен-астен кейіннен ала енді қожалық болғаннан кейін, шаңырақ болғаннан кейін бәрібір қосымша пұл керек екен. Сол Инстаграмнан астен-астен пұл істеу жолларын, рекламаларды алып, гиф конкурсларды өздері адамдар сорап баслады біздерден. Неге гиф конкурс өткермейсіз? Реклама неге істемейсіз? Адамлардың өздері біздерден сорады, біздер істедік. Вайн сол карантин басланғанлы бері сол вақытлары вайн түсіріп басладық. Себебі үйде отырмыз құры, көшеге шыға алмайсаң, бір нәрсемен шұғыллану керек. Біздер өзі енді КВН тарауында жүрген адамлар құры жата алмайды, бір затлар істегісі келеді, айтып, өнер тарауында жүрген адамлар. Сол вайн ең жақсы жолы болды. Бос уақытын құры кетірмеуге, өзіңнің қызыққан нәрсеңді көрсетуге, тағы да адамлар да сол вақытлары бір зат көргісі келеді. Сол вайн жақсы жолы болды. Карантин көпшілікке минус тарапымен келген болса, вайнерлерге плюс тарапымен келді. Енді Құдайға шүкір ондай бір қатты стресске түсетін зат болмады, бірақ өзіммен тез стресске түсіп қала беретін күйгелікпен да, әйтеуір затқа күйіп пісіп стресске түсіп қаламын. Бірақ ондай үлкен стресске түсіп қалатын зат болмады, болмаяқта қойсын. Бірақ майда-майда стресске тез түсіп қаламын, бірақ сол ситуациядан тез шығып кетуге әрекет етемін. Әрбір жұмысты бастаған уақытлары резервте идея болады. Мысалы, анау істелінбей қалса, мына тәребі бар. Олам істелінбей қалса, үшінші вариант бар. Ең ақыр төртінші вариантта болады. Төрт вариантқа сеніп жұмыс бастайсаң, екеуі бітпей жатса, қалған екеуі жәрдем береді. Сондай бір затты бастаған уақытта
анау бітпей қалса мынауысы бар, мынау бітпей баратса анауысы бар. Олан болмай баратса төртінші вариант бар. Бұл дегенім не? Әрбір тарауда, әрбір істеп жатқан жұмыста сондай не қойып аламыз да, план қойып аламыз, идеясын жақсылап жазып аламыз. Сол стресске түсіп қалмау үшін алдын ала, стресске түсіп қалмау үшін сол ситуациядан еркін шығып кету үшін көп вариантларын істеп қоямыз. 54 вариантқа Құдайға шүкір бармадық. Басындағы сол 1-2 вариантпенен әмме идеяларымыз, бастап жатқан жұмысымыз бітіп кетеді. Негізі бар ғой, бірден болмайды. Біздер елі де бар ма? Біздерді онша ешкім танымайтын уақытлары вайн түсіріп, просто қызыққан затымызды түсіріп, стаж жинадық та, үйрендік. Елі үлкен аудиторияға шықпай тұрып, өздеріміздің кішігірім аудиторияда, өйтіп әмме сынай бермей тұрған аудитория болады, кішігірім жерден басталып, мысалы 30-40 мың подписчикмен бастап, істеп, стаж жинап, қате кемшіліктерді сол уақытта түзетіп алдық та. Мысалы, сол уақыттағы вайнларды көремін, өзім күлемін, ұялып күлемін да. Көрген уақытта нерде дым бөріктір жіберіп пе, мінерінде дым келіспей тұр, нерінде дауыс ұлма түсті, есіме қалай сол уақытлар салып жібердім. Сөйтіп стаж жинайсаң да, ажақ бетіне ана дәруазаны қара, ыржым-тыржым болып жатыр, ана киімді қара, шашты қара деп. Сол уақытлар ең кішігірім аудитория болған екен, сөйтіп өздеріміз жолларынан өтіп алдық та, кейін үлкен аудиторияларға астен шыққаннан кейін уже бұрынғыменен салыстырып істенетұғын нәрсені, мысалы, бір вайн сүретұғын болсақ, жаңағыдай 3-4 варианты болады. Қайсысы тартады, қайсысы тартпайды. Ойлап аламыз, жақсылап 3-4-тен салыстырамыз. Баяғыдан мына стильде істегеніміз яман тартты. Мынау қайдем жерде енді біздер өздеріміз өнер тарауындағы адамдар болғаннан кейін өздеріміз түсінген затты халық түсіне бермейді. Себебі әркім әртүрлі пікірлейді. Орталыққа түсетұғын идеяны біздер сол баста карантинде бір жыл, 1,5 жыл аудиториямыз кішігірім уақытта стаж жинап үйреніп алдық. Не зат тартады, не зат тартпайды. Енді азыр аудитория үлкейген сайын баяғылар айтып отпан ғой, өйтіп адамдар сынай бермейді ғой. Көретін уақытлар. Аудитория себебі кішігірім. Сынай бермейді. Қазір үлкейген сайын жауапкершілік күшейеді екен да адамда, не? Азыр салсам, ол көп адам көреді себебі да, ол ақылы азғантай просмотр болады, 20 мың, 30 мың просмотр болады. Ана қазір дым үлкен просмотрлар болатын уақытта қорқасаң, ұят болып кетпей ме екен, анау ма екен, көп ойланасаң да. Сол қанша подписчигің, аудиторияң кеңейген сайын жауапкершілікте көбейіп, вайнларды да сапалы етіп шығару әрекет етеді екенсің. Мысалы, мен өзім танитұғын вайнерлерді идеясын ұрлағанларын көрмедім, бірақ расы бар ма? Вайнерлердің жанына батқан жоқпын. Стилін алуы мүмкін. Мысалы, сенің бір зат достың, мысалы, өздерімсам сол стилді аламыз. Қызықты себебі. Таза стиль жаратқан нелер бар. Мысалы, мен өзім русский вайнерларды көрмеймін. Сека вайнерларды арасында көремен. Басқа кім бар? Басқа русский вайнерлерді көрмеймін. Қазақстанның, Ташкент жақтың, Өзбекстанның вайнерлерін көремін. Бірақ вайн идеясын ұрлағанын көрмеймін, стилін ұрлағанларын көрдім. Бар шығар енді. Ұрлағанлар, өзгертетіндер. Гиф әрбір блогерге пайдасы бар. Себебі тек қана бір вайнмен шекілем қаласаң ғой, уже адамларда зерігет. Арасында шоу қылып тұру керек, аудиторияңды ақуатын көтеріп тұру керек. Бір журналистпен кете берсең. Арасында гиф конкурс қылған бұл адамлардың несінде дейді? Көз алдында жүруге, мысалы, біреулер уже несі түсіп баратса, не істейді ғой? Пиар істейді ғой? Біздерде мысалы, біздерде ондай көп емес, пиар, хайп істейтін басқа жақларда көремін.
Мына сөйтіп түсінсе болады да, уже вайнлардан адамдар шаршап бастады ма, арасында гиф конкурс қылып, сауғаларды беріп тұру керек. Гиф конкурстың блогерлерге пайдасы адамлардың көз алдына сәл басқашалау жағынан көрінесің. Қапылайды сірә. Айтып отырмыз ғой, біздер 3-4 вариантын қоямыз. Бірінші, өздеріміз бастаған уақытлары сол жиынтыраның пұлын қапласа болды, басла жібереміз дедік. Жиынтыраның пұлын қаплап тұрған уақытында уже болды, не күн белгіледік, мына күні болады. Осы күні болады, уже гиф конкурс несі жиынтыраның пұлы қапланғаннан кейін бастаймыз деп уақытын айттық, арман қарап өздері спонсорлар келіп басылады. Өзі алдынан айтатын еді, алдынан да бар зат ол. Бір 30-40 спонсор болады, бастанатын уақытта қосылады. Бастанғаннан кейін де қосылатылар бар. О, қалай деймен, бір ай реклама қылдық, естіпедік дейді. Естіпеу мүмкін емес та, олар анық бастанатын уақытта қосыламыз деп отырады. Біздерде де сондай болды, қапыласа болды, пұлын басла жібереміз дедік. Себебі біздер гиф конкурстың бірінші енді Қарақалпақстанда өткеріліп отқаннан кейін пайдасын көздемедік. Жиынтыраның пұлын қапласа да үлкен қап деп басладық, бірақ арман қарап спонсорлардың өздері 2-3 күннің ішінде біздерге пайда тарапынан келді. Бірақ ол пайда тарапынан келгенде де олардың әмме пұлларын пайдаланбадық. Олма ойламаған заттар болып кетті. Қалайық? Өздеріміз бұлай статистиканы салыстырып көрдік. Менен алдын спарринг ойнатты Сұлтанбек Исаков. Ойнатқан уақытта 30 мың жауды. Соған қарап уже өздеріміз стратегиясын, статистикасын көріп шықтық. Демек 40 мың жауға болады. Одан өткеруге болады. Сол тарапынан біздер өздеріміздің немізді қойдық, гарантымызды қойдық. Бірінші нәубетте спискісін аламыз. Анық қосыласыз ба? Ауа, келі пұлын өткеремен дейтін спонсорлар болады. Болды. Главный біздер жұмысымыз сол болды. Анық қосылады деген спонсорлардың спискісін дүзіп шықтық. 150 спонсор болды. Так, 150 спонсордың ішінен расын айтайын ба? Басладық деп видеоны салған уақытта 100 спонсорға шамалас келді. Звонок. Анық қосыламыз, біздер спискіге жазып қоя берді. Біздерге главный ақшасын алу емес. Уже біздер спискісін шығарып алсақ, кейіннен ақшасын сорай береміз. Бастай жақ мысал деп. Біздер спискісін бірінші нәубетте анық қосылатыларын шығарып алайық дедік. Бастаған күні видеоны спонсор жинап басладық деп салған уақытта уже 2-3 сағаттың ішінде бір 100 спонсордай келді. Өздерім сайран қалдық, өзім историяға да салдым. Рас сайран қалдым да, мен ойладым, бір көп жиналатын шығар, спонсорлар жүретін шығармыз ізінде деп ойладық, бірақ жаңадай болғаннан кейін уже ертесі күні менің көзім жетті. Спонсор анық жиналады, артығымен жиналады деген неден қиялына өтті, анық. Бірінші нәубетте сорау толық үйреніліп шығылмаған заты ол. 100% доказательствосымен берілетін сорау емес. Енді мен түсіндіріп кетейін. Мысалы 250 спонсор бар, 250 спонсор уже ойлайды, гиф конкурс қатынасып атпан адамдар келіп атырыпты, бірақ неге просмотрым көбеймейді, лайкын көтермейді, сол баяғы дейді. Онда емес, конкурс таусылғаннан кейін қалған, мысалы 40 мың подписчик келді ма, 35-30 қалды ма, соларды сен қызықтырып ұстап қалуың керек. Себебі ол 5-6 мың уже тек ол конкурсқа қатынасып тезірек отписаться шығып кетейін деген мақсатта жүретілер да. Нандай гиф конкурста уже спонсорлар нелер келіп жатыр, подписчиклер келіп жатыр да. Енді подписаться еттің да, мысалы мен құрысы конкурсқа қатынасып отқан адам болсам, 250 спонсордың заты абонент болып тұра береді. О, көрінбейді. 5 минуттан, 10 минуттан кірді ма, Инстаграмға бір кіріп шықсам, мысалы 250 спонсор 250 зат салса, оны қайсысын көре алады. Онда емес та. Гиф конкурстың уақытында подписчикті жинап алдың,
мынандай нәрсе істеу керек спонсорлар. Адамдардың істемеген адамдарды тартатұғын нәрсесімен істеу керек. Конкурстың уақытында салынатын видеоларын, мысалы, міне таза көйлеклер келді, міне таза посудалар келді дегенменен ол қызық емес адамға. Себебі айтып отырмын ғой, 250 спонсордың әммесі сөйтіп салып жатырды ма, өткеріп жібере береді. Басында 2 секундын көрдің өткеріп. Сразу 2 секундтан тоқтап тұр. Сөйтпесең тоқтамайсың сен. Не біздің посудаларды көрсешіне бір. Біздер конкурсқа қатынасып ғой. Айтсын, необычный, креативный етіп айтсын. Деп отыр, не дейді, тоқта дейді мынау. Адамға бақыртып рекламасын көрсетіп отырды ма дейді да, біреуге жібереді. Мынаны көрсе сен дейді. Мына реклама. Сондай необычный, креативный реклама қылу керек та олар, көрсететін затын. Олар да жақсылап таярлану керек. Мен мысалы біздер 250 спонсоры мысалы біздерден информация сұрамайды да, біздер не қылайық, мен әрқайсысына үйретіп отыра алмаймын ғой. Оларға бір история арқылы да оны ұзақ түсіндіре алмаймын мен. Мысалы, мына видеоны көріп отырып түсінуі мүмкін. Ішіне қызығып сұрайтындарға түсіндіріп айтамын. Мысалы, вайнерлер, енді бастап жатқан вайнерлер, нелер маған көрсетеді. Мысалы, мен айтамын, конкурс басталды ма? Конкурс басталған уақытта 3-4 сағаттан кейін мына видеоны сал. Конкурстың енді қызып жатқан уақыты 2-3 күннің арасында ең қызық деген вайнын сал. Мына затын сал деймін да. Уже 2-3 күннен кейін мына видеоны сал, орташалау екен. Конкурс таусылайын деп атпа, уже мына ең қызық видеоны ақырына қой. Уже былай адамдар көріп саған үйренеді сол затқа. Сөйтіп түсіндіреміз біздерден сұрағанларға. Ал сұрамайды, конкурс таусылғаннан кейін анандай ғой, мынандай ғой, сол баяғы болып қалды ғой дейді да. Өзі бірінші нәубетте келген подписчиклерді тартып біле алмаса, ол біздердің айыбымыз жоқ. Біздер оларға клиент жинап береміз. Өзінің товарын өзі адамдарға жақсылап жеткеріп беру керек бірінші нәубетте. Басқаша бір жолдарменен. Себебі ол көріп отқан адам сендегі рекламаның 250-інде де көп болды. Ал 250-дің ішіндегі 5-6-ауы сәл креативный жақылау, басқашылау нәрселер істеп, өзінің аудиториясын ұстап қала алады. Мысалы, тек реклама емес, кішігірім өзі конкурс өткерсін. Негізінде бар ма, қаттыға бір жақсылап ойланып істесе бар ма, маған спонсорлық пұлынан маған қосылды ғой, спонсорлық пұлын 4-5 есе етіп шығарып алуға болады о адам. Мысалы, жақсылап түсіндірейін ба? 1 миллионға мысалы маған спонсор болды ма, уже конкурс таусылайын деп отқан уақытлар 35 мың адам оған келді. Бірақ таусылмады елде. Сол аралықта кішігірім конкурс өткер, 50 мыңнан жинап, 50 мың, 100 мың деген әмме қосылады азыр. Кішігірім конкурсыңды өткер, сен уже маған келген спонсорлық пұлыңнан 2 есе шығарып аласың. Мендегі барып тұрған адамның өзінен да. Енді конкурстың уақытында конкурс өткеретін спонсорлар, олар дұрыс қылады. Себебі мынандай да, гиф конкурсқа қатынасатын подписчиклер барып отырды ма, анағанда қатынасады. Ол болмаса басқасына қатынасады. Олма 35 мың адам келіп отырды ма, хотя бы 3 мың, 4 мың адамы басқа алдынан шыққан сол спонсорларының өзлерінің гиф конкурсына қатынасады. Сол арқалы ол өзінің спонсорлық пұлын 2-3 есе етіп шығарбаса да болады. Ол ар жағы жақсылап ойлап, планын түзуіне байланысты спонсорларын. Спонсорлыққа қосылдым ғой дейді да, ес атсамай таусылғаннан кейін мынандай болып атыпты дейді. Және бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Мынандай бір спонсорларда бар да, гарант толық кемеді біздерге дейді, 2-3 мың жетпей қалды ғой дейді да. Әр конкурсқа қатынасып болғаннан кейін айтып отырыпты да олар. Мынандай нәрсе бар. О нәрсені 90% спонсорлар жақсы түсінеді, жақсы біледі. Постоянно конкурсқа қатынасып жүргеннен кейін, спонсор болып жүргеннен кейін. Енді қатынасып жатқанлар, былай ойлап көрмегендер қатынасып жүріпті, бірақ тереңнен ойлап көрмегендер наразы болатындар шығады ішінен, 3-4-еуі. Жақсылап түсіндіресің оларға. Өзің ана конкурсқа, мына конкурсқа қатынасқан екенсің, өзіңде мысалы бір 9-10 мың бар екен.
Ол айтады, менде 9-10 мың бар еді, маған мына рақым келді дейді да. Енді ол гиф конкурсына жинағаннан кейін ода алдынан бар ол подписчиклер. Ол подписчиклер алдынан шығады, мына спонсорға алдынан басып қойған екенмін ғой дейді да, іздексіне өтіп кетеді ғой. Сол нәрсені дұрыстап түсінбейді олар. Нөлден ашылған аккаунтлардың әммесінде гарант орыланады. Ал бұрыннан конкурсларға қатынасып жүрген жаңағыдай түсінбейтін бір-екі спонсорлар шығады, солар жаңағыдай сұрау береді. Неге мынандай батыр 2-3 мың жетпей қалды ғой, бізге мынандай болып қалды ғой дейді. Жақсылап түсіндіресең, міне мынандай түсінгендер дұрыс түсінеді озар. Мысалы, мен де конкурсқа қатынасайын, 20 мың біреу гарант беріп жатырды, мен қатынасайын, маған кесе бір 3-4 мың келетін шығар көп болса. Маған уже ярымы да келмейді. Менде 90% аудитория бар, мысалы, Қарақалпақстаннан. Маған кесе 3-4 мың келуі мүмкін. Қарақалпақстанның ішінде сондай бір гиф конкурсқа қатынасайын, мен спонсор болайын. Беріп жатқан 20 мың келмейді ғой маған. Себебі менде алдынан бар ол нәрсе. Сол нәрсені көпшілік спонсорлар түсінбей қалады. Түсіндірсең кейін түсінеді. Түсінбейтіндер де болады. Егер де гарантты орылауды қалесеңіздер, нөлден аккаунт ашың, улыма 0 подписчик бар. Толық 100% сол уақытта орыланады. Мысалы, 250 спонсор болса, 250-дің әммесі нөлден ашылсын, әммесінде 40 деген цифрларды көресің. Әммесінде. Ал алдынан қосылған 60 мың, 70 мың подписчигі барлар, уже алдынан қосылып жүргеннен олар түсінеді. Олар 50% келсе де соған шүкір етеді. Молодец, оқырағым 25-30 келді ғой дейді да. Себебі оларға сөйт қосылып бара береді. Нөлден ашылған аккаунтларда көрінеді. Резерв аккаунт соның үшін ашылады. Резерв аккаунтты обязательно ашылған уақытта скриншот етіп, жаңағыдай спонсорлар табылады. Әр конкурста, әмме блогерлерде табылады ол нәрсе. Кемінде 3-4 шығады. Менде андай болып қалды, маған 2 мың жетпей қалды, маған 1 мың жетпей қалды деп. Жақпайтын тарапынан көтерілген басқаша болады да, адамдарға жағатын тарапынан көтерілген басқаша болады. Сені көшеде сыйлайтұғын, сен мені фотоға түсетұғын, хақиқи фанатларың көбейеді. Ал танылу аңсат, бір жақпайтын нәрсе істе, пиар істе, хайп істе, бір араларына сөгіс қосатұғын нелер бар. Мысалы, вайнерлер бар да, мен өзіме ұнамайтұғын тарапы сол да, басқа жаққа еліктемеу керек. Бәрі біздердің өздеріміздің нелеріміздің ол затты көтере алмайды адамдар. Арасына бір-екі сөгіс сөздер қосады ғой. Сол тарапылар ұнамайды. Басқа жақлар нормально. Мысалы, әммесінің қолында айфоны бар. Ұрылары, мысалы, Samsung телефонда бастадық, өземіз сам. Бірінші байларымыз Samsung телефонларда iPhone 7-де сөйт түсіріп жүрдік. Сапасы нормальный ғой, азырғы түсіріп атқанлардың әммесі iPhone алған қиын емес болып кетті азыр. 2 миллион таусан, қалған аржан бөліп төлеуге де ала бересің. Театр институты оқығанның әммесі ол вайнер болады деген нәрсе емес. Негізінде театр институты вайнерлікке таяырламайды оны. Вайнерлік просто қосымша хоббиі, мен айтып отқанымдай, жаңағыдай өзінің көрсете тұрған бір тәреплері болады. Театр институты оқығандар әр түрлі образда ойнап көргісі келеді. Мысалы, оқып отқан уақытында ол рөлді ойнайтындай спектакль шықпай қалады ол адамға. Мысалы, мен айттым ғой бағана, киноға шақырмаса, басқа зат қылмаса, екінші тарапың сол қаттыға ол қайнап тұрған студент уақытында өзін көрсеткісі келетұғын балалар бар. Ең қолай тарапы сол вайн. Жақсы затлар түсірсін, мен қарсы емеспін. Жаңағыдай бір арасында сөгіс қосып, не дейді, бір башкана затлар бар ғой. Маған ұнамайтын сондай башкана затлар бар. Қасының ортасын бояйды, ортасын битеді. Бір немес та, бәрі көріп отқан адамға живой тәсір ететұғын зат емес та ол. Мен өзіме ұнамайтын сол. Егер сөйтіп түсірсе, мен сразу тоқтап тастаймын. Өзімнің шәкіртлерім түсірсе. Болмайды мынау. Түсіресің бе, нормально түсір, болмаса олма түсірме. Театральный институтта өзінің системасымен оқытылады. Спектакльде, кинода әммесінің өзінің системасы бар. Уақияның бастауы болады, кульминациясы болады, уақияның жұмағы болады.
обязательно болу керек, вайнның ішінде де болу керек. Уақия бастану керек, уақия раважлану керек, кульминациясы болу керек, жұмағы болу керек. Шәкіртлерді ала береміз. Таланты болса, анық істеймен деп тұрған балалар болса, шақырып қаламыз, жәрдем береміз, жол жобасын көрсетеміз. И біздердің командаға кіргеннен кейін өзінің талаплары бар. Сол талаплардан шығып кеткен балаларды уже мен өзім шығарып жібердім. Мен жаңағыда айтып отпан ғой, башка затларды істесе, келіспейтін жаңағыдай қылықларды істесе, грязный затлар болады ғой, ол камераға көрсетпейтін талаптар болады. Сөгінетіндер бар, басқа заттар түфіретілер бар, наспай туралы айтатылар бар. Вот наспай деген уже камерада естілгеннің өзінде уже құлаққа бір жағымсыз естіледі да, ал соны нағылы бүйтіп көрсетіп беретілер де бар. Біздердің талабымыз болады шәкіртлерді алатын уақытта, мынандай затлар істемейсің, жеркенші затлар істемейсің, сөгіс қоспайсың, мынандай затларға араласпайсың. Біздердің әрқайсымыздың жұмысымыз шыққан уақытта бір-бірімізге жәрдем береміз. Сол жәрдемге тайын тұрасың. Мысалы мен конкурс өткеретін уақытта қасымда жүресең, біреуі админ болады, біреуі мобилограф болады, біреуі мысалы подаркілерді апарып көтеріп, команда болып жұмыс істенеді. Мысалы ертең енді мен болдым, інім Еркош басыласын, әме сөйтіп жүреміз, бір-бірімізге поддержка береміз да. Ал сөйтіп поддержка бермей, жәрдем беретін жерінде көрінбей қалатындар бар. Содан кейін дейміз, қоя болды. Демек бұл біздерден басқа тарапымен пайдаланып жатқан екен дейміз да. Інім ана ізінде Пегас деген жазуыңды алып тастай ғой дейсің. Соған лайық болу керек та, командаға кірді ма, до конца кету керек командамызбенен. Ол 1-2 жыл Пегас болып тұрып, ар жақ беті жаңағыдай бүлдіретін болса керек емес. Соның үшін жақсылап, сынап, егеп, сөйлесіп, шәкіртлік алатын болсам, кемінде қасымызда 1,5-2 ай жүреді. Кенен бар, уж көзің жетеді, болады демек, ертең біздердің давамыз ізімізді алып кете алады, қасымызда арқайын тіліміз шықсып жүре алады, бұнысам менен деп шәкіртлікке аламыз. Бар сондай біреу бар қазір. Айта алмай жүріппен, ізінде Пегас деген жазуды алып таста деп. Көріп атпан, әсте сынап бәлкім өзіне кеп қалар, енді жас бала ғой. Біздер вақытында жастық қойған уақытларымыз бар, ұстазларды қапағып қойған уақытларымыз болған. Көріп атпан, әсте-әстен есі кіріп қалар, бірден бұған бір стресске түсіп тастамайын әзір айтып деп оған сыртынан бақылап жүрмен. Сәлемі несі дүзу? Бір айда енді әркез әр түрлі бір қатып қалған сена жоқ. Бір уақытлары ұлы ма, мысалы февралдың ішінде бір 2 реклама істедім тек болған. Ұлы ма реклама бастазат болған жоқ, бірақ мен өзім бар ма, соққа дейін реклама бойынша мұна номерге қабарласың, реклама үшін мұна аккаунтқа қабарласың деген адам емеспен. Расын айтайын, менің аккаунтыма кіріп көрсең, реклама үшін деген номерде жоқ, админнің аккаунты да жоқ. Себебі адамдар өздері сені тауып, өздері саған реклама беруді қаледі ме, сол уақытта істеген затың оған ұнайды. Себебі ол өзі қалеп келіп отыр. Ертесі күні ол саған мынандай болды, андай болды демейді. Мен егерде админ аккаунтқа қабарласың, мынау реклама номер, соған қабарласың деп өзім айтты ма, ертең менің тілім қысқа болады. Сол бір жерде реклама түсіріп болғаннан кейін. Себебі ол жазбай қойғанның өзінде үлгеру қиын болып тұрды қазір. Қазір жазып қойсаң ұлыма 2-3 айға дейін очередь болған уақытлар болды. Рекламамыз бар ма? Уже 1 ай толып қалады. Себебі біздер өздерімсам реклама деп күнде реклама ала бермейсің, өзіңнің аудиторияңнан жүргізуді ұмытып кетпеу керек. Болады онда күнде реклама түсіріп бар ма? 3-4 күнде 20-30 миллион тауға болады негізінде. Жаңа рекламалардың бәрін 3-4 күнде түсіріп тастасаң. Бірақ өзіңнің аудиторияңды жүргізіп білу керек та. Ол сен қосымша дараматың болғаннан кейін просмотрларың, басқа нәрселеріңді де ойлайсың ол жерде. Айлық дарамат әркез әртүрлі. Так, 20 миллионнан 100 миллион аралығында болып көрді. Кемі сол 20 миллион. Бұлай
нормально сезоны болып қалады, өз қосқышлардан сезоны болып қалады ғой. Сондай вайнер блогерлердің сезоны болады. Мысалы декабрь айында, август айларында максимальный қалған уақытларым болды. Қайт түсіндірсем болады. Мен өзім былай статистикалық жағынан деп салып сынап көрмеген екенмін, бірақ қарасаң бәрібір бұрынғыдай қатты қанындай не емес деп ойлаймын. Себебі қазір вайнерлер нелер көбейіп кетті. Бұрынғыдай қатты қандай бар күшлі емес, бірақ сол нәрсені қайттан күшейтуге болады. Наоборот. Аз қайта біздерде Instagram пайдаланушылар көбейді карантиннен бері да. Көтерілді Instagramның аудиториясы Қарпақстанда. Қазір кім вайн салса да бар ғой, шанс бар да оған. Кемінде 50,000-60,000 просмотр болып кетуіне шанс бар. Бірінші нәубетте жақсы обложканы таңлап білу керек. Бірінші сол нәрсе тартатығын. Және адамларға ұзын нәрселер ұнамайды. Кемінде бір 50 секундлық заттың ішіне мощный етіп түсіріп салсын, о адам несі рекке шығады. Кемінде 50-60,000 просмотр болады. Қазір қайта аңсат вайнлардың тез тарқалуы. Мысалы біздердің бастағы вайнларымыз 20-30 болғанына оларға қуанып жүретін ек. Қазір любой подписчик, 1000 подписчик, 2000 подписчигі барларым уже видеолары рекке шығып кете береді. Қазір қайта вайн түсіруге жақсы шанс шығар деп ойлаймын адамларға, өзін танытуға. Және релс бар, мысалы біздердің уақытлары деп ой бір 50 жыл жасап тастағандай адам деп айттым ғой. Енді біздер енді сол карантиннің уақытлары бұрынлары Instagram 15 секунд еді. 15 секундқа да уақияны сыйдырып білген вайнерлер бар. Русский вайнерлер 15 секундқа сыйдырып істегенлер. Кейіннен уже 1 минут болды. О, дедік, 1 минутқа сыйдыруға болады. Тез жаңадай әрекетлер уже соған массажып кетеді да, сөйлеулеріңе бар ма? Кейіннен 1,5 минут болды. О, енді арқайын сыйдырсаң болады. Қазір историяларда, мысалы, бір история 1 минут болды да. Бұрынлар реклама түсіретін болсақ, 3 история 15 секундтан еді. 3 история сыйдыруға әрекет ететіндік уже арман қырып қызық емес адамдарға. Сөйтіп қалай болмасын 45 секундқа сыйдыру керек деп тездетіп, өйтіп, бүйтіп, бір-екі сөздерді қысқартып, уже адам анандай болып кетеді екен да. Вообще жәмлеп тұрып, бір гәппенен айтатұғын жерлерін ойлайсаң. Реклама сол дәрежеде уақытты ойлайсаң да. Қазір 1 минут арқайын. Неше минутқа дейін салсам салына беретін болады Инстаграмға. Қазір шанс көп істеуге, қалеген затын көрсетуге Инстаграмда. Соның үшін қызыққан нәрселеріңіз болса істеп көре берің. Мысалы, бір салған видеосы жаңағыдай рекке шығып кетті ма, ол адам өзіне тәжірибе жинайды. Вот, демек, сондай видеолар адамға ұнайды екен. Уже өзі ішінен түсінеді да. Бір салған заты онша ұнамады ма, адамдар ұнамады деді ма, расында да ол қоя қою керек. Сол затты істеген вайнды қойып кету керек емес. Бір видео салды ма, адамдар негатив жазып жатыр ма, демек олар дұрыс жазып жатырды деп қабылдау керек. Ол адамдар негативші, анау мынау деген зат емес. Олар реально ұнамай атпа, ұнамай атқанын айтады. Мысалы, мен өзіме де ұнамайтылар бар, бірақ мен жаза алмаймын да. Оны ішімнен ойлап қоямын да. Соны дұрыс қабылдау керек. Бірақ негативтан әртүрлі тәрепілері болады. Дұрыс тәрепілерін қабылдайтын жерлер болады. Мысалы, мен негатив дұрыс қабылдайтымен, қате сөйлеп отқан болсам, артымда мындай фоным біртүрлі болса, соларды айтады ғой адамдар. Дұрыстау жерде түссең о, анерін дұрыстасаң о, шақалыңды алсаң о, дедім, дұрыс та ол айтып отқаны. Демек, көріп отырып өзіне созат ұнамай атыр ма? Сақалым ұнамай атпа, артқы фоным дәруазалар біртүрлі болып, ыржым-тұржым жаңағыдай біртүрлі жерлерде алып отпан ба? Демек, көріп отқан адам дұрысын айтып отыр. Бірақ сондай яқшы негатив болса, дұрыс қабыл етемін оны. Болды деп дұрыс деймін да, ол өзіме плюс болады. Ендігісінде дұрыслап түсетін боламын. Ендігісінде
дұрыстап сөйлейтұғын боламан. Ендігірет артымда фонларға жақсылап қарайтұғын боламан. Мысал ретінде айтып атпан да, сондай негативлерді дұрыс қабылдауға болады. Ол плюс болады. Сондай затты жазған адамдарға рахмет айтамын. Бірақ тартпай қалды мынау, қоя қойсаң о деген негативлерді оларды қабылдамаймын мен. Қоятын болғанда баяғыда қойып кететін едім. Соның үшін негативтің әртүрлі болады. Енді бастап атқан вайнерлерге айтып атпан, негативтің әртүрлі вариантлары болады. Жаңағыдай вариантларын дұрыс қабыл етің, анандай вариантларын просто іш піскеннен жазып атыпты деп қабыл етің ондай затларды. Вайнды түсіре бересің, өзінің жолыменен түсіре бересің. Уже мен азыр айтыптан ғой, 2 жыл алдыңғы түсірген вайларды қазір түсіре алмаймын. Себебі уже қазір өзім жасыма сай емес дейді. Сол вақытлары бірақ сай кеп тұрыпты. Қазір қараймын, ойлап қараймын, ол қазір өйтіп түсірмей қойыншы. Ұяламан да. Бұрынлар енді мысалы әртүрлі нелер түсірдік дедім ғой, образларда. Қазір ұяламан уже шаңырақлы болғаннан кейін, уже әке болғаннан кейін орташалау вариантта істеп жатырмыз. Дәм асып кетпейтін, дәм бөріктіріп жібермейтін. Енді мысалы ертең 35-40-қа шыққанда да сол жасыңа сай етіп ара беретін шығарсың. 40-қа шыққанда кіттай болады деп шошаңдап жүрмейсің ғой. Сол бірақ сол жасыңа сай етіп вайн істесең болады. Жастарға сәл мотивация беретұғын, жастарға өзің жасынан келіп шыққан алда қазіргі жастарды салыстыратын типа сондай темалар қылсаң болады да. Мен айтайын деген, вайн түсіре бересің, құдай маңлайыңа қайерге дейін жазған болса сөйерге дейін түсіресің, бірақ өзінің жолыменен өзіңнің жасыңа сай етіп. Сол жастарға қайсы тарауда болса да өзінің тарауының жетік қанегесі болмаса құр уақытын сарпылаған болады ол. Мысалы 11 жыл, мысалы 10 жыл боксқа қатынап ақырында басқа тарауда істеп кеткендер бар да. Сондай болып қалмасын, бір тарауды ұстады ма, сол тарауменен нәтиже шығаратын адам болып шығу керек. Басқа бекаршы заттарға құр ондай керек емес заттарға уақытын ажыратпау керек. Мысалы көбін көрдім сондай. 10 жыл түрмек істеді. Қазір бір несі жоқ, түйелі кәсібі жоқ. Құр уақытың бекарға кеткен болады да. Соның үшін өзімнің көрген тәжірибемнен айтып жатырмын. Бір нәрсенің басын ұстадың ба, сол нәрсені жіберме. Ақырына дейін қандай қиыншылық болса да соған көніп, нәтижесін адамдарға көрсетіп бер. Болды, арман қарап саған адамдар еріп бастайды. Мысалы, маған да қарама-қарсылықтар көп болды ондай. Қоя қой, анау мынау, қарамадым ал, серьезно, ұлы ма? Сөйлем бер мен. Қазір сол адамдар не десем болады? Менің ізіме еріп жүріпті да. Даже солар вайн сүрейін деп жүріпті да. Кім екенін айтпаймын. Мысалы, өзім жораларының арасында сыртынан танитын адамдар сол вақытлары айтады да, әжіне сол вақытларымен не жүріпті мынау деп ойлайтұғын едім дейді да. Уже қазір астен-астен өзінің жолын тауып адамдар мысалы фотоға түсіп атқанның несін көреді сыртынан. Сол вақытлары мен сөйтіп ойлайтұғын едім, әзір нәлмәлі болып кеттім, мағадайс анау мынау дейді да. Егер интервьюға шықпағанда нық етіп түсіндіріп беретін ем затларды. Көпшілік ойлауы мүмкін, комедия жанрындағы адам келсе күліп қайтамыз, мотиваторлар келсе мотивация қайтамыз деген нәрсе емес. Мен өзім мен айтып тұрмын бағана, әркім өзіне жарасатұғын істі қып көрсін, жарасты ма, болды, тек соны істесін, лишний жараспаған затын істемей қойсын, болды. Өзіне жарасып тұрған образын, өзіне жарасып тұрған рөлін ойнап жүрсін, басқаша жараспай атпа қойсын, болды.
тек өзінің жарасатын затын істесін, сол адамға жарасты ма, сол адам құр өзін қинамайды да артықша. Өзіне істеп жатқан заты өзіне ұнайды. Сондай әркім өзінің істеп жатқан кәсібін, елеймен деп жатқан кәсібіңді ешқашанда әрекетіңнен тоқтап қалмау керек. Қарсылықтар болады, обязательно сол қарсылықтарды, бірақ ол қарсылықтар дегенде ол ата-анаға қарсы шығатын дәрежеден айтып отқан жоқпын да. Жора жолдасларының арасында айтуы мүмкін, қойса анау мынау. Бірақ сен өзің істеп жатқан затыңды дұрыс деп білдің ба? Болды, істей бер, арман нәтижесін көресің, Құдай қаласа. Минет етсең, Құдай Тағала өзі береді. Мен айтып отырмын ғой, даже бар ма, азанға дейін ұйқыламай бір вайн түсірдік қоя, ертесі күні Еркөш отырыпты мысалы, Еркөш, не істейміз, мынандай вайн түсіреміз ба, ертең тоқтап қалмайық деп уже ізін алып кететін, азанға дейін ұйқыламайтын. Қазір астан-астан Құдайға шүкір сол уақыттағы минетлеріміз құры кетпегеніне қазір мен қуанамын да. Уақытым құры кетпеген екен сол уақытта. Азанға дейін ұйқыламағаныма да разыман. Сол уақытларында адамдардан естіген кәпіме де разыман. Қазір сол адамдар менің ізіме еріп жүріпті, олардан вайн түсіргісі келіп жүріпті. Сол уақытларды күлген болса, не жүріпті мынау дегендер уже менің нәтижемді көріп, мініп жүрген машинамды көріп, әмесі әуес етіп сол уақытлары, бірақ жаңағыдай етіп айтып жататын еді сыртынан. Не жүріпті мынау? Әннәқан болып, анау мынау деп. Дұрыс түсіну керек, вайн деген нәрсені вайнерді де сол актер ретінде қабылдау керек, егер ол сол бір вайныменен сол адамның күйеуіне жетіп бара алатындай затты көрсеткен болса.